Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Әр күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бүгін сіздерге ауызда еритін бұрама бауырсақ немесе чак-чак, хворос деп те атауға болатын рецептпен бөлісетін боламын. Жасау жолы өте оңай. Бұл рецепті мен үйдегі кенже қызыммен бірігіп жасадым. Бір жасағаннан ақ өте дәмді, керемет болып шыққаннан кейін сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Ол үшін 250 грамм сары майымызды ерітіп ыдысымызға құямыз. Үстіне 200 мл жылы сүт және 200 мл жылы суымызды құямыз. Менде сүт бөлме температурасында болғандықтан, яғни тоңазытқышта тұрмағандықтан сүтті жылытпай қолдана бердім. Егер сіздер тоңазытқыш алып қолданатын болсаңыздар, жылытып алу керек. Сұйық массамыздың үстіне жарты шай қасық тұз және 3 ас қасық қантымызды қосып, шай қағазбен жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз еріп біркелкі масса болғаннан кейін үстінен 750-800 грамм шамасында ұнымызды илеуіштен өткізе отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Бұл жерде қамыр қатты болмау керек. Бустау етіп илей берсеңіздер болады. Июі жақсы қанған соң целлофан мешокқа салып, тоңазытқышқа 30-40 минут шамасындай тынықтырып аламыз. Видеоға мұқият болсаңыздар, менің қамырым мантының қамырынан сәл бостау болып шықты. Егер де қолға жабысатын болса, июі қанғанша илеп алуларыңыз керек. Қамырымыз 30-40 минут шамасында тоңазытқышта тыныққан соң теңде екіге бөліп аламыз. Әр бөлігін ұн себе отырып жайып аламыз. Қамырды жұқа етіп жаямыз. 1 мм шамасында болу керек. Егер жабысатын болса, ұнды беймарал себуге болады. Құрметті менің көрермендерім, каналымның дамуына үлкен үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төменде қызыл подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетсеңіздер, ең алғаш болып жүктелген видеоларымды көре аласыздар. Кенже қызыммен бірігіп жасаған рецептім сіздерге ұнаған болса, төменде поделиться батырмасын басып, достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісе кетулеріңізді де сұраймын. Сіздердің әрбір лүпілдеріңіз мен үшін өте маңызды. Төменде комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Міндетті түрде әр пікірге жауап беремін. Қамырымызды толығымен жазып алған соң, мантыға кескен секілді кесіп аламыз, яғни 8-9 см шамасындай ленталарға кесеміз. Ленталарымызды жайып, арасына ертілген сары майымызды жағып аламыз. Екінші қабатымызды жаямыз, үстінен ертілген сары майымызды жағамыз. Дәл солай 4-5 лентаны жайып, араларына май жағып шығамыз. Ең соңғы төселетін қамырымыздың үстіне, яғни лентамыздың үстіне май жақпаймыз. Енді 1,5-2 см етіп кесіп шығамыз. Сосын видеоға мұқият қарап шықсаңыздар, пружина секілді, яғни спираль макарон секілді етіп бұрап шығамыз. Еш қиындығы жоқ, бір рет көрсетіп едім, балапаным бірден ұғып өзі жасап шықты. Менің кішкентай балапаныма бұл рецепт бірден ұнады. Шабыты ашылып, толығымен барлық бұрама чак-чактарды өзі жасап дайындап шықты. Балапанымен бірігіп жасаған рецептім ретке ұшып, үлкен қаралым жинауына себепкер болуларыңызды сұраймын. Кішкентай қызым көмектесіп тұрғандықтан, бір оқпен 2 қоянды атайын деп, пешімнің бір жақ бетіне майымды орташа отта қыздырсам, екінші жақ бетіне сиропты дайындап алдым. Сиропты дайындау үшін 300 грамм қант және 300 мл суды құйып, қанты ерігенше араластырамыз. Үстінен бір ас қасық лимон суын, немесе осы лимонның 2-3 бөлігін салып, орташа отта қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін баяу отта 10-15 минут тағы да
қайнатамыз. Майымыз орташа отта қызып болғаннан кейін отын баяу отқа қойып, бурама чак-чактарымызды қызарғанша қуырып аламыз. Енді сіздерге өзімнен өткен қателігімді айта кетейін. Чак-чактарды биіктеу ыдыста қуырған дұрыс екен. Өйткені бірінші партиямызды салып болғаннан кейін екінші чак-чактарды салғанда майымыз көпіріп төгіле бастады. Егер биіктеу кастрөлде қуырсаңыздар, араластыра отырып көпірігін басып, қызартып, қуырып ала аласыздар. Сиропымыз 10-15 минутта баяу отта қайнап шықты. Үстінен 2-3 қасық бал қосып араластырып жіберсеңіздер де болады. Сироптарымыз сәл суығаннан кейін үстіне бурама чак-чактарымызды салып, жақсылап араластырып 2-3 минут шамасында қойып қоясыздар да, осылай ситаның көмегімен сүзіп алып, ұсынылатын тарелкаларыңызға сала берсеңіздер болады. Қиялдарыңызға ерік беріп, әртүрлі етіп әсемдесеңіздер болады. Мен бұл жерде бурама чак-чактарымның үстіне фисташка ұнтағын сеуіп әсемдеп алдым. Енді бұл рецепті әртүрлі етіп атап жатады. Біреулері бурама бауырсақ дейді, біреулері бурама чак-чак, бурама хворст деп атап жатады. Бірақ рецепт өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап, дайындап көріңіздер. Осымен рецепт ұнап жатса, төменде лүпілдеріңізді аямай баса кетіңіздер. Сіздермен болған Нұржамал. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.